Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 18. Бесікке салу. Суреттерде қандай отбасылық мереке бейнеленгенін айтыңдар. Тірек сөздер бойынша сабақтың не туралы болатынына болжам жасаңдар. Суреттер бойынша сыныптастарыңа сұрақтар дайындаңдар. Тірек сөздер: сәби, бесікке бөлеу, бата беру, той, балаңыздың бауы берік болсын. Суреттерде бесікке салу және балаға ат қою байланысты мерекелер бейнеленген. Енді тірек сөздерге байланысты болжам жасайтын болсақ, тірек сөздерге қарап сабақтың бесікке салу тақырыбында болатынын түсінуге болады. Сурет бойынша сұрақтар: бесікке салу дегеніміз не? Қазақ халқы жаңа туған нәрестеге есімді қалай қояды? Екінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқыңдар, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Шілдехана жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын-сауық той. Жастар жиналып, ән салып, домбыра тартып, ән жыр айтады. Сол күні баланы шілде суына шомылдырып, суға сыңғырлаған тиындар салады. Балаға денсаулықпен бірге байлық та тілейді. Бесікке салу: бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Бесікке салу елдегі жолы үлкен тәрбиелі, өнегелі әжелерге, әйелдерге тапсырылады. Ол бесікті отпен аластап, баланы бесікке бөлейді. Бесіктің түбегі орналасқан жерден кішкене бұршақ тәрізді тоқаштар өткізіледі. Оны тыштырма деп айтады. Бесік үстіне 7 түрлі қадірлі таза зат қойылады. Бесікке салған адамға бесікке салар, яғни кәделі сый беріледі. Осындай қуаныш үстінде бесік жыр айтылады. Айыр қалпақ киісіп, ақырын жауға тиісіп, батыр болар мекенсің, бармақтарың майысып, түрлі ойы ойысып, шебер болар мекенсің, таңдайларың тақылдап, сөзіңді жұрт мақұлдап, шешен болар мекенсің. Сейіт Кенжеахметұлы. Негізгі ақпараттар: шілдехана жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын-сауық той. Бесікке салу: бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Қосымша ақпараттар: жастар жиналып, ән салып, домбыра тартып, ән жыр айтады. Бесікті отпен аластап, баланы бесікке бөлейді, тағы басқа. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтап, бірнешеуіне дыбыстық талдау жасаңдар. Бесік: Б дауыссыз ұяң, Е дауысты жіңішке езулі қысаң, С дауыссыз қатаң, Э дауысты жіңішке езулі қысаң, К дауыссыз қатаң. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі қою әріппен берілген сөздерді түсіндірме сөздіктен тауып мағынасын түсіндіріңдер. Шілдехана парсы тілінен аударғанда 40 деген мағынаны береді. Шілде суы: баланы ең бірінші шомылдырған суы. Бесікке салу: нәрестені алғаш бесікке бөлеу рәсімі. Отпен аластау: дәстүрлі тәңіршілдік дүниетанымнан, отқа табынудан қалған ырым. Бесікке салар: бесікке салған адамға берілетін кәделі сый. Бесік жыры: балаға берілетін алғашқы тәрбие, сәбиді жұбату, ананың балаға деген мейірімін білдіруі. Бесінші тапсырма. Оқылым мәтіндегі бесік жырында балаға айтылатын тілек сөздерді тұжырымдамалық кестеге жазыңдар. Батыр, шебер, шешен болу үшін не істеу керек? Бесік жырында батыр болар мекенсің деген жолдар бар. Менің тұжырымым: баланың батыр болып өсуіне ниеттену. Шебер болар мекенсің дегені баланың қолынан іс келетін, шебер болуына тілектес болуы. Бесік той туралы мәтінді тыңдап, туыстық атаулар теріп жазыңдар. Бұл тыңдалым мәтінде келін, ана, құдағи секілді туыстық атаулар кездеседі. Жетінші тапсырма. Бөбекке тілек деген тақырыпта шағын әңгіме жазып, буын үндестігіне бағынбайтын сөздерді анықтаңдар. Біздің үйде бесік той болды. Әжем мен анам жабылып баланы бесікке салды. Тойға жиналған жұрт бөбекке тілектерін айтып жатыр. Сәбиіміз ғұмырлы болсын, ата-анасына мейірлі болсын, көз қуаныштарың болып өсе берсін, әр қадамы оң болсын, Қыдыр ата қолдасын деген сынды керемет бата тілектер айтылып жатты. Ал әжем болса: айтқандарыңыз келсін, әумин деп бетін сипап жатыр.